Кайрылуу күн кадырменди көрөрмөн. Алтынай бебежай бакчасынын тәрбиешиси Канатбаева Эльмира Багыт кызы менен тааныш болуңуздар. Мен Канатбаева Эльмира Багыт кызы, Атырау облысы Махамбет ауданы Махамбет ауылындағы Алтынай бөбекжай бақшасының тәрбиешісімін. Әр адамның өмірінде таңдаған мамандығы ерекше орын алады. Мен үшін бұл тәрбиеші болу. Балабақшада тәрбиеші болу жай ғана жұмыс емес, бұл үлкен жауапкершілік, сүйіспеншілік пен шыдамдылықты талап ететін қасиетті міндет. Балалар біздің болашағымыз. Олардың алғашқы қадамдары, алғашқы сөздері, қоршаған әлемді танып білуі тәрбиеші еңбегінің нәтижесі. Мен тек білім беріп қана қоймай, оларды мейірімділікке, адалдыққа, сыйластыққа үйретемін. Әр баланың жүрегіне жылулық пен сенім ұялату менің басты мақсатым. Тәрбиеші болу жүректің қалауы. Бұл мамандық тек білім мен тәжірибені ғана емес, үлкен махаббат пен шыдамдылықты қажет етеді. Балалармен жұмыс жасау барысында олардың шынайы күлкісі мен жанарындағы қуанышы мені шабыттандырады. Менің кәсібім менің мақтанышым, себебі мен болашақ ұрпақтың тәрбиесіне өз үлесімді қосамын. Балалардың әр жетістігі менің еңбегімнің жемісі. Сондықтан тәрбиеші болу мен үшін тек жұмыс емес, өмірлік миссиям деп білемін. Тәрбиеші болу бұл жүрекпен сезініп, жан тәнімен берілетін мамандық. Мен өз мамандығымды мақтан тұтамын. Тәрбиеші болу тек сабақ үйрету емес, сонымен қатар мейірімділік пен төзімділікті, балаға деген шынайы сүйіспеншілікті қажет ететін кәсіп. Балалармен жұмыс жасау үлкен шыдамдылықты, жан-жақты білімділікті және шығармашылық қабілетті талап етеді. Әр бала өзіндік мінезге, қызығушылыққа ие болғандықтан, тәрбиеші олардың әрқайсысына жеке көзқараспен қарауы қажет. Балаларға тәрбие беру барысында оларды адамгершілікке, еңбекқорлыққа, отансүйгіштікке баулу менің басты міндетім. Себебі бүгінгі бүлдіршін ертеңгі ел тірегі. Егер біз оларға дұрыс бағыт-бағдар беріп, білім мен тәрбиені қатар сіңірсек, еліміздің болашағы жарқын болмақ. Мен тәрбиеші болғаныма мақтанамын. Себебі менің еңбегім балалардың жүрегінде мейірім отын жағуға, олардың өздерін сенімді сезінуіне, өмірді тануға көмектеседі. Күн сайын кішкентай бүлдіршіндердің бал күлкісін естіп, олардың жетістіктеріне қуану мен үшін үлкен бақыт. Әр бала бір әлем. Сол әлемнің жарқырап дамуына өз үлесімді қосу мен үшін зор мәртебе. Осы жауапкершілікті абыроймен атқарып, еліміздің болашағына үлес қосу менің парызым. Тәрбиешілік тек жұмыс емес, бұл өмірдің мәні. Бұл жүректен шыққан жылулық пен адалдықты талап ететін мамандық. Мен өз мамандығымды мақтан тұтамын және болашақта осы салада үлкен жетістіктерге жетуді мақсат етемін. Көбелектер, кәнекей ұстап көрейікші көбелектерді. Кәне ұстап қарайық. Қандай көбелектер?